Анимацияға дыбыс әсерлерін қосу. Жаңағы мәтін жазба арқылы жасаған диалогты дыбыс арқылы жасаса. Скрипттерде дыбысқа барамыз. Дыбыстар. Алуаның дыбысын түсіріп көрейік. Жаңа дыбыс жазу. Сәлем. Өшіруге болады. Жою. Қайта жазамыз. Сәлем. Естіп көрейік. Сәлем. Артық аймақтарын алып тастасақ болады. Файлға сақтайтын болсақ, компьютерде музыка бумасында бума жасап, сәлем деп сақтап қоямыз. Келесі екінші жазбамыз диастика. Қалайсың? Көрейік. Қалайсың? Кішкене жуанырақ болу керек. Сақтаймыз. Қалайсың? Келесі. Жақсы. Так, қандай сөздер бар бізде? Жақсы. Атың кім? Алуа. Кертейік дауысымыз. Атың кім? Диас. Өзіңнің атың кім? Алуа. Сақтаймыз. Алуа. Келесі жазбамыз. Жасың нешеде? Сақтаймыз. Жасың нешеде? Тағы да дыбыс. 4-ке 4-ті қоссаң қанша болады? 4-ке 4-ті қоссаң қанша болады? 4-ке келесі дыбыс. 8. Келесі дыбыс. Дұрыс. Келесі дыбыс.
Сау бол. Келесі дыбыс. Көріскенше күн жақсы. Осы жазылған дыбыстарды дыбыс әсерлері ретінде қосамыз. Алуаға сәлем деген сөздің кейін сәлем. Сәлем. Жақсы деп айтқаннан кейін жақсы. Келесі, атың кім? Атың кім деген дыбысты соңына дейін ойнату. Атың кім деген дыбысты табамыз алдын ала жазылған. Атың кім? Келесі дыбыс алуа. Алдын ала сақталған дыбыстарды ашамыз. Сәлем. Алуа. Жақсы. Келесі. Атың кім? Төртке төрт. Алуа. Алуа. Төртке төртті қосқанда. Дұрыс деген дыбысты шақырамыз. Дұрыс. Дұрыс. Келесі дыбыс. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Енді диасқа қалайсың деген дыбысты табуымыз керек. Қалайсың. Қалайсың. Поп бір болып тұр. Екіншісі Диас. Ал сенің атың кім деген дыбыстардың ішінде қайсы екен? Диас. Өзіңнің атың кім? Екінші. Одан кейін келесі жазба. Танысқаныма қуаныштымын. Қалайсың. Жазба 2 болу керек. Диас. Өзіңнің атың кім? Жазу 3. Танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? Жазу 4. Жазу 5. Көріскенше. Жазу 6. Жоқ. Енді ойнатып көрейік. Қалайсың. Жақсы. Атың кім? Диас. Өзіңнің атың кім? Алуа. Танысқаныма қуаныштымын. Төртке төрт тоғысқанда Жасың нешеде? Енді көрейік. Сәлем. Қалайсың. Екеуі қатар айтып қалды тағы да. Сәлем.
1 секунд күтсін. 2 секунд күтсін. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Диас. Атың кім? Өзіңнің атың кім? Атың кім деген? Алуа. Танысқаныма қуаныштымын. Атың кімнен кейін 8 секундтан кейін айтсын. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Атың кім? Диас. Өзіңнің атың кім? Алуа. Танысқаныма қуаныштымын. 4-ке 4 қосқанда неше болады? Жасың нешеде? Осы арада қателестік. 8. 4-ке 4-ті қосқанда неше болады дегенді. Алуа. Тұра тұрып айту керек. Жасың нешеде дегенді 4-ке 4-ті қосқанда 7 секунд күттірейік. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Атың кім? Диас. Өзіңнің атың кім? Алуа. Танысқаныма қуаныштымын. Жасың нешеде? 4-ке 4 қосқанда неше болады? 8. Дұрыс. Сау бол. Міне осылай дыбыс әсерлерін қосуға болады. Яғни мәтін жазба түрінде, аудио жазба түрінде диалог жасауға болады.